Сіз айттыңыз, барғаннан кейін, мысалы 5 жылға виза алсаң деле, 10 жылға алсаң деле, сен қысқа уақытта ошол жақтан чыгып кетиш керек кайра. 5 жылга алып эле ошол жерде 5 жыл жүрөм деген болбойбу? Болбойт. Жакшы суроо. Сиз келген мисал ал жалпы туура эмес түшүнүк. Анткени 5 же 10 жылдык виза эмнени билдирет? Ошол 10 жыл же 5 жыл ичинде сиз АКШга барып, АКШнын эшигин каксаңыз болот. Анан АКШнын портуна келгенде, АКШнын бажы жана чекара кызматкери ал канчага АКШда кала аласыз чечет.